Саламатсыздар ма? Бүгін қарбыздан қалай варенье жасауға болатынын көрсетемін. Ол үшін алдымен қарбызды өстіп кесіп аламыз. Сосын қарбыздарды бір тілімнен өстіп алып, ішін осылай алып, бөлек алып, қарбызды ішін бөлек алып жейміз. Ал вареньені осындай қабығының ішкі бетінен кесіп алып жасайтын боламыз. Алып аламыз. Сосын осы ішін аламыз да тақтайды алып жіберіп, жақсылап ортасынан бөліп, кубиктеп турап шығамыз. Осылай жақсылап турап аламыз. Саламыз. Өстіп жақсылап турап, бәрін турап, өстіп табаққа салып аламыз алдымен. Мінекей осылай бәрін турап болдық. Енді бұны табаққа салып жақсылап, үстіне су құйып қайнатып аламыз. Бірінші су құйып, тек қана ештеңе салмаймыз, тек қана су құямыз осының үстіне. Сосын оны жақсылап қайнатып аламыз. Бір 15-20 минуттай қайнатып аламыз. Міне қайнатып алдық. Енді осы суды ысылай кәдімгідей осындай неге сүзгіш алдым мен. Сіздерде болса осындай сүзгіш, болмаса суын басқаша да сүзіп алуға болады. Осыған жақсылап құйып сүзіп аламыз. Осылай жақсылап сүзіп алғаннан кейін суының бәрін алып болғасын бөлек табаққа су құйып аламыз. Бөлек табаққа су құйып алып, оны қайнатып аламыз. Су құйып, бір кружка су құйдым, 500 миллиграмдай, жарты литрдей. Сосын оның үстіне 5 стакан кәдімгі бокалмен, 5 бокал песок саласыздар. Сосын оны қайнатасыздар. Әбден жақсылап қайнатып алғаннан кейін сироп пайда болады. Сол сироптың үстіне манағы сүзілген қарбызымызды салып жіберіп, қоюланғанша жақсылап қайнатып аламыз. Сосын өстіп қайнап атқан кезде көпіріктерін алып тастап отырсаңыздар болады. Керемет дәмді, күшті варенье шығады. Осылай қайнатып алыңыздар. Ең оңай варенье. Оп-оңай. Не осындай варенье шықты. Ас болсын. Қайнатып көріңіздер. Лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.